Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің әдемі кукламмен бүгін сіздерге радиола жайында ақпарат беретін боламын. Баланың денесіне шығатын бөртпе. Жалпы көп ата-аналарда қызықты сондай сұрақ болады. Баламда бірнеше күн температура болды, содан кейін денесіне сып шығып кетті, яғни бөртпе шығып кетті. Неден? Ол не ауру деп жатады. Жалпы радиола деген ол клиникалық диагноз болып саналады. Бала 39-40 градусқа дейін болуы мүмкін, 39-39-да 5 бірнеше күн, 3 күнге дейін температура береді, и 4-5 күн температура түседі. Басқа ешқандай белгі болмайды обычно. Жөтел, мұрынның бітелуі деген белгілер болмауы мүмкін. Содан кейін барып 4-5 күні баланың денесіне арқасына мынадай болып майда сыпқа шығып кетеді. Барлық жерін қарасаңыз, ол ішіне де шығады, денесіне де шығады, аузының айналасына шығуы мүмкін. Одан кейін алақанын қарасаңыз, алақанына не обязательно кейбір кезде тек ішіне ғана шығуы мүмкін, немесе арқасына шығуы мүмкін. Одан кейін табанына шығып кетуі мүмкін. Осылай қызыл-қызыл болып. Бірақ баланың жағдайы жақсы. Бұл бөртпелерді бала қышынбайды, мазасызданбайды. Жалпы радиоланың екінші атауы ол псевдокраснуха дейміз. Сонымен қатар кейбір деректерде ол экзантема деп жазылады. Сондықтан да осындай жағдайлар болуы мүмкін. Жалпы бұл диагнозды дәрігер көріп, клиникасына қарап қана сіздерге айта алады. Кейбір ата-аналар ойлауы мүмкін. Мысалы, температура болады 39-39-да 5, сразу антибиотик бастап кетеді дәрігердің кеңесінсіз. Содан кейін 4-ші күні денесіне сып шыққан кезде, бұл антибиотикке, бұда аллергия бар, мына антибиотикке деуі мүмкін. Немесе ибуфен береді, құрамында клубникаға аллергия болып жатыр ау деп ойлауы мүмкін. Негізі аллергия болатын болса, ол бір күннің ішінде жауап береді организм, максимум бір күн. Сөйтіп денеге бөртпе шығады. Және аллергияның кезінде денені бала қышынып, мазасызданады. Ал мына радиоланың кезінде баланы мүлдем шығып тұрған бөртпелер мазасын кетірмейді. Жалпы осындай ерекшелік бар. Әдетте бұл вирусты аурулардан кейін шығады көбіне. Менің практикамда кішкентай балаларда вирусты аурулардан кейін пайда болады. Анализ тапсырудың керегі жоқ. Балаңыздың денесіне егерде сып шықса, нақты диагноз қойдырту үшін міндетті түрде дәрігер кеңесіне жүгінуіңізді айтамын. Сұрақ болса, комментарий қалдырсаңыздар болады. Сіздермен бірге мен дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз.